Сәлеметсің бе, сәлеметсің бе құрметті оқырман. Қазір үйретейін деп тұрған зат қандай да бір санды 11 санына көбейткенде шығатын нәтиже. Мен мұнда теріп бірнеше сан жазып қойдым. Негізі басқа да екі таңбалы сандарды осылай көбейтуге өте тиімді. Мысалы үшін бірінші есепке қарайық. 63 санын 11-ге көбейтетін болсақ, ең әуелі 6-ны және 3-ті жазып аламыз. Және мұндағы 6 мен 3-тің екеуінің қосындысы, екі цифрдің қосындысын ортаға жазамыз. 9. Жауабы 693 шықты. Енді осы есептің баған түрінде көбейтілуін дәлелдеп көрейік. 63-ке көбейтеміз 11-ді. 3, 6, 3, 6. 3, 9, 6. Демек, біздің жауабымыз дұрыс екен. Енді келесі 32-ні 11-ге көбейтетін болсақ, дәл осы сияқты жазып алайық. 3-ке 2-ні қосатын болсақ, 5. Жауабы 352. Бұны да дәлелдеп көрейік. 32-ні көбейтеміз 11-ге. 32, 2, 5, 3. Жауабы дұрыс екен. Енді келесі 57-ні 11-ге көбейтейік. 78-ді 11-ге көбейтейік. Ол үшін 7 мен 8-ді жазып қоямыз. Екеуін қосатын болсақ, бізде екі таңбалы сан шығып кетейін деп тұр. Ол үшін 15 болатын болса, 5-ті түсіреміз де, 1-ді 7-ге ойда деп санаймыз. Нәтижесінде тең болады 858. Тексеріп көрейік. 78-ді көбейтетін болсақ 11-ге, жауабы 78, қосамыз 8, 5-і түсіп 1 ойда 7, 8, 858 деп. Бұл да бізге тиімді екен. 57-ні 11-ге көбейтеміз, қалғандарын дәл осы сияқты шығарайық. 5, 7, 12, 2 түсіп 1 ойда, жауабы 627. 6, 7, 6-ға 7-ні қоссақ, 13, 3-і түсіп 1 ойда, жауабы 737. Ал қалған 3 тапсырманы сіздерге шығарып комментке жазуға тастаймын.